Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиет сабағын бастайық. Сабағымыздың тақырыбы тәуелсіз елдің астанасы. Бүгінгі сабақтың мақсаты: тақырып бойынша диаграмма толтырасыздар. Сұрақтарға ауызша толық жауап беріп, сөйлем мазмұнына сай тиісті сөздерді қолданасыздар және сөйлемдердің ішінен мекен үстеулерін табасыздар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып жаттап аламыз. Новые слова записываем в словарную тетрадь и выучим. Повторяем. Елорда, қонақ үй, тамашалау, ескерткіш, демалыс орындары. Жақсы. Ендеше балалар, мәтінді мұқият тыңдаймыз. Следите за текстом. 3-ші тапсырма, 34-ші бет. Астана Қазақстан халқының елордасы. Ол Сарыарқаның солтүстік бөлігінде орналасқан. Қаланың ортасынан Есіл өзені ағып өтеді. Астана бұрын Ақмола деп аталған. Кеңес үкіметі кезінде қала Целиноград деген атауға ие болған. 1997 жылы 10 желтоқсаннан бастап Ақмола Қазақстанның астанасы болып ресми түрде жарияланды. 1998 жылы 6 мамырда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ақмола қаласын Астана деп атауға жарлық шығарды. 1998 жылы 10 маусымда жаңа Астананың ресми тұсаукесер тойы болды. 2006 жылдан бастап Астана күні 6 шілдеге ауысты. Жыл сайын осы күні біз Астана күнін тойлаймыз. Астана жас әрі сұлу қала. Астана қаласының бас символы Бәйтерек монументі. Оның биіктігі 97 метр. Бәйтерек монументі Есілдің сол жағындағы алғашқы сәулет туындысы. Астанада көптеген саябақтар, жаңа ғимараттар бар. 2001 жылы 8 қыркүйекте Қазақстан картасы атамекен тарихи-этнографиялық кешені ашылды. Саябақта Қазақстанның барлық қалалары мен тарихи ескерткіштер көрсетілген. 1999 жылы Астана қаласы ЮНЕСКО-ның шешімімен әлем қаласы атағына ие болды. Енді балалар, слушаем перевод текста. Астана – столица Республики Казахстан. Он расположен в северной части Сарыарки. Река Есиль протекает через центр города. Раньше Астана называлась Акмолой. В советское время город назывался Целиноград. 10 декабря 1997 года Акмола была официально объявлена столицей Казахстана. 6 мая 1998 года Нурсултан Абишевич Назарбаев своим указом переименовал Акмолу в Астану. 10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы. С 2006 года День Астаны изменен на 6 июля. Ежегодно в этот день мы отмечаем День Астаны. Астана – молодой и красивый город. Главный символ Астаны – монумент Бәйтерек. Его высота 97 метров. Памятник Бәйтерек – первый архитектурный шедевр на левом берегу Есиль. В Астане много парков и новостроек. 8 сентября 2001 года открылся историко-этнографический комплекс «Карта Казахстана Атамекен». В парке предоставлены все города и исторические памятники Казахстана. В 1999 году Астана была удостоена звания «Город мира» ЮНЕСКО. Ендеше балалар, тапсырмаларды орындауға кірісейік. Айтылым тапсырма. 2-ші тапсырма, 34-ші бет. Астана тақырыбындағы диаграмманы толықтыр. Ендеше балалар, Астана сөзін айтқанда қандай сөздер немесе қандай ғимараттар көз алдымызға елестейді? Когда мы говорим слово Астана, что мы вспоминаем? То есть в голову какие слова приходят на ум? Теперь, что мы можем сказать про Астану, про столицу? Астана Қазақстан халықтарының жас қаласы, жастар қаласы. Астана қаласын айтқан кезде Бәйтерек есімізге түседі. Жақсы, Хан Шатыр есімізге түседі. Думан ойын-сауық орталығы есімізге түседі. Есіл өзені туралы білеміз. Және Астананың Қазақстан Республикасының астанасы екендігін де жақсы білеміз. Жақсы балалар, тапсырма сіздерге өз беттеріңізше орындайсыздар. Айтылым тапсырма.
Четвертое тапсырма. Төртінші тапсырма, 34-ші бет. Сұрақтарға толық жауап бер. Ответьте полным ответом на эти вопросы. У вас 6 вопросов. Дескриптор. Әр толық дұрыс 2 жауап 1 балл. То есть каждый правильный, 2 правильных ответа это 1 балл. Всего 3 балла. Жазылым. Следующее задание это письменное. 5-ші тапсырма, 35-ші бет. Көп нүктенің орнына сөздер мен сөз тіркесін қойып жаз. Мекен үстеулерінің астын сызып көрсет. Вы пишите текст, вставляя вместо многоточек слова и словосочетания. И подчеркните наречие места. Дескриптор. Тиісті сөздер мен сөз тіркестерін қолданасыздар 2 балл. Мекен үстеулерінің астын сызасыздар 2 балл. Таза, әдемі, сауатты жазасыздар 3 балл. Барлығы 7 балл. То есть вы вставляете вместо многоточек слова и словосочетания это 2 балла. Подчеркиваете наречие места это 2 балла. И пишите грамотно, красиво, чисто это 3 балла. Всего 7 баллов за это задание. Балалар, баспалмақ тәсілі арқылы сабақты бағалап өтіңіздер. Барлығын түсінсеңіздер, саусақтарыңызды жоғары. Егер енді түсініп келе жатқан болсаңыздар, саусақты жанына, және егер мүлдем түсінбеген болсаңыздар, саусақтарыңызды төмен көрсетесіздер. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.